Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Подписаться батырмасын басып каналға тіркеліп қойыңыздар. Бұл маған келесі видеоны шығаруға мотивация. Бүгінгі видеомда ағзамыздың қатерлі жауы паразиттер туралы сөз қозғағым келіп тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебінше, адамдар арасында кездесетін аурулардың 80% түрлі паразиттердің кесірінен болады екен. Соның себебінен әлемде жыл сайын 16 миллион адам өмірімен қоштасады. Қысқасы, бүгінде әрбір дерлік адам бойынан ішек құрттарының қандай да бір түрін табуға болады. Тіпті бір адамның өзі 200-ге тарта ауру тудыратын микроағзалар мен паразиттердің тасымалдаушысына айналуы әбден мүмкін. Ал мұның негізгі себебі осындай микроағзалар мен паразиттердің ауада, суда, шаң-тозаңда, азық-түлікте тіршілік ететіндігінен. Яғни адам оның жұмыртқаларын ауа, су, тамақ, киім-кешек, үй жануарларынан жұқтырып тасымалдайды, азықтандырады, жұқтырады. Ал паразиттердің өзге тіршілік иелерінен үлкен бір айырмашылығы, олар ағзаға түскесін тез көбейеді. Бірнеше минуттан бірнеше сағатқа дейін-ақ жүздеген мың жұмыртқа шашатындары бар. Олар ішекке түскесін қан арқылы ағзаның барлық мүшелері мен жүйелеріне таралады. Паразиттер тынымсыз қоректенеді. Ағзаға түскен витамин, микроэлементтерді сорып тауысады, ағзаға улы заттар бөледі. Міне осы себепті олар түрлі аурулардың қайнаған көзіне айнала алады. Ал бұл аурулардан қанша емделгенмен де адам паразиттерден толық арылмай, одан біржола құтыла алмайды. Көп аурулардың шипасын таппай, ұзақ емделіп, созылмалы түрге айналуына негізінен осы паразиттер себепкер болып жатады. Мысалы, тері аурулары, аллергия, қант диабетінің асқынуы, жүрек қан тамырлары аурулары, бауыр, бүйрек, тірек қимыл мүшелерінің аурулары, тағы басқа да көптеген аурулар осы ішек құрттарының кесірінен туындайды және асқынады. Тіпті өлімге соқтыруы да мүмкін. Хламидия сияқты бір клеткалы паразиттер сіңір ұлпаларын мүжіп бүлдіреді. Науқас сіңірді жақсартатын дәрі-дәрмекті қанша ішсе де оңалмайтыны содан. Дәрігерлер паразиттердің таралуы бойынша бірінші орынға энтеробиозды қояды. Оның негізгі себебі жылан құрттар. Олар балаларда жиі кездеседі. Жылан құрттар адам ағзасына ауыз арқылы түседі. Балаларда жылан құрттың болуының негізгі белгілері анус аймағында қышу, балаларда мазасыздық пен күйгелектік, тәбеттің болмауы және іш аймағында ауру сезімі. Осы белгілер ата-ананы бірден алаңдату қажет. Көбісі құрттар бәрінде бар деп ойлайды және оған көңіл бөлудің қажеті жоқ деп есептейді. Бірақ бұл теріс пікір. Жылан құрттарды анықтау өте оңай. Олар анда-санда сыртқа шығады. Себебі олардың көбею циклына ауа қажет. Сондықтан оларды анальды тесік аймағынан көре аласыз. Бала қышып тұрған аймақты қасуы мүмкін. Содан соң қолын жумай, өзін қайтадан паразиттермен жұқтырады. Балаға қолын аузына салмау, тырнақтарын тістемеу, жуылмаған жеміс-жидектерді жемеу туралы түсіндіру өте маңызды. Балаға қолын сабынмен жууды дағдыландыру керек. Төсек жабдықтары мен іш киімдерді термиялық өңдеу және ыстық түкпен үтіктеу қажет. Қазақстандық науқастардың ішінде екінші орынды аскаридалар алады. Бұлар қан және лимфа ағысымен адамның ағзасына тарайтын қауіпті паразиттер болып табылады. Адам интернет желісінен әлдеқандай ақпаратты оқып алып, құрттарға қарсы бір немесе екі дәріні ішу арқылы өзін-өзі емдеумен айналыспау қажет. Бұлай тек мәселені ушықтырып, өзіне зиян келтіруі мүмкін. Дәрілерді қабылдау құрттардың өліміне әкелуі мүмкін, ал олардың ыдырау өнімдері адам ағзасына уытты әсер көрсетеді. Келесі жиі тараған паразиттер лямблялар. Лямбля құрт емес, олар қарапайымдыларға жататын өте қауіпті паразит. Көбінесе бауыр, өт жолдары және өт қапшығында болады. Шала қуырылған ет, балық, суши сияқты тағамдармен ауыз арқылы жұғады. Лямблялардан құтылу оңай емес, себебі олар ішекте тіршілік етпейді. Лямблялар өт қапшығында іркілу үрдістері, өт қапшығының дискинезиясы бар адамдарда жиі кездеседі. Іркілген өт ас қорытуға толық қатыспайды. Лямбля жұмыртқаларын ыдырата алмайды және осы жұмыртқалар адам ағзасына оңай енеді. Бауырда болатын және гепатитистерді бұзу нәтижесінде бауыр циррозына алып келетін паразиттің келесі түрі апистархоз. Апистархоз термиялық өңдеуден өтпеген балықты, яғни суши, тұздалған балық, сүрленген, қақталған теңіз және өзен балықтарын жейтін адамдарда жиі кездеседі.
Егер лямбля мен аписторхиялар өт шығару жолдарын мекен етсе, келесі паразиттің басқа түрі шистосомалар зәр шығару жүйесін мекендейді және қуықта кездеседі. Қазақстандықтарда құрттардың ең қауіпті түрі болып есептелетін эхинококк жиі кездеседі. Оны тек ота жасау арқылы ғана алып тастауға болады. Эхинококкты киста нәресте басының көлемінде өлшемге дейін жетеді. Оны қатерлі ісікпен шатастырып алу әбден мүмкін. Оны УЗИ жасаған кезде бауыр мен өкпеден анықтайды. Содан кейін сараптамалармен расталады. Эхинококкты операциялық жолмен алып тастаудың жаңа әдістері қолданылғанмен, шала қуырылған, әсіресе бауырдан жасалған кауапты жемеген абзал. Сәтті аяқталған отадан кейін де аурудың қайталану қаупі өте жоғары. Ішек құрттарының тағы бір қауіптілігі, олар тіршілікке аса бейім. Өзіне қарсы қолданылған химиялық дәрілерге де тез бейімделе алады. Өзінің және жұмыртқасының сыртқы қабатын жайсыз әсерден қорғайтын капсулалармен қоршай алады. Міне, түрлі жолдармен адам ағзасына түсіп, оны әлсірететін, олайтын түрлі аурулар туындататын осындай алуан микроағзалар мен паразиттерден аман болу ең бірінші тазалықты сақтап, азық-түліктерді олардан қорғау, салауатты өмір салтын ұстану, дәрігерлік тексеруден өтіп тұру керек. Адам қандайда бір аурудан ұзақ емделсе де арыла алмаса, бұл оның ағзасына түсіп орныққан түрлі зиянды микроағзалар мен паразиттердің кесірінен болуы мүмкін. Жалпы, ағзадағы паразиттерден арылудың көптеген әдіс-тәсілдері бар. Дегенмен науқас дәрігер бақылауымен емделгені абзал. Қысқасы, ағзаңызда паразит болса, оны бағып жүре бермей, тезірек көзін құртуға асығыңыз.